армысыздар. Баспанаға көмекті кімдер алады? Тұрғын үй жалдайтын жекелеген отбасыларға бюджет қаражаты есебінен өтеусіз негізінде берілетін өтемақы түріндегі мемлекеттік қолдау. Бұл төлемдер коммуналдық төлемдерді қамтымайды. Жеке тұрғын үй қорынан жалға алатын тұрғын үй төлемдері тепе-теңдік негізінде жүзеге асады. Тек 4 санат бойынша жүзеге асады. Бірінші, екінші топтағы мүгедектер, мүмкіндігі шектеулі балалары бар немесе оларды тәрбиелеп отырған отбасылар, жетім балалар және де көп балалы отбасылар жатады. Бұл бағдарлама қатысу үшін бірыңғай республикалық электрондық базада тұрғын үй негізінде тұрған азаматтар болуы шарт. Демек, сіз тұрғын үй кезегінде болуыңыз керек. Тұрғын үй жалдайтын жекелеген отбасыларға 50% бюджет қаражаты есебінен төленеді, 50% төлемдерді алушының өз есебінен төленеді. Тұрғын үйдің отбасының құрамына қарай төлем жасауға рұқсат етілген жалпы алаңдары 1-ден 3-ке дейінгі отбасы мүшелеріне 40 шаршы метр, 4-тен 5-ке дейінгі отбасы мүшелеріне 60 шаршы метр, 6-дан одан көп отбасы мүшелеріне 80 шаршы метр болу керек. Негізгі талаптар: өтініш берушіге қойылатын талап отбасының төмен табысы болу керек. Отбасының соңғы 6 айдағы жиынтық табысы отбасының әр мүшесіне төменгі күнкөріс деңгейіне аспауы тиіс. Демек, отбасының әр мүшесіне айына 36.018 теңгеден аспауы шарт. Содан кейін тұрғын үй иесінің жалға алушының арасында жалдау шарты болу керек. Егер сіз пәтер иесімен жалдау шарты болмаса, сіз атаулы көмек алуға үміттене алмайсыз. Бұл көмек түрі отбасы банк арқылы жүзеге асырылады. Төлемдер қолма-қол ақшасыз жүргізіледі. Мамыр айынан бастап іске асырылады деп жоспарлауда. 2022 жылдан бастап кезекте KZ сайт арқылы үй кезегінде немесе категорияңызды ауыстыратын болсаңыз, үй кезегін білу үшін осы сайт бойынша жұмыс жасалуда. Ақпарат пайдалы болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып, тіркелуді ұмытпаймыз.